Уайс әл-Қарани пайғамбарымыздың көзін көрмеген, бірақ пайғамбарымыздың дәуірінде өмір сүрді. Пайғамбарымызға жолығуды қалады, бірақ Алла нәсіп етпеді. Нәсіп етпеген ісінде анасы бар еді, ауру анасы. Сол анасын қарайым деп, Йеменнен пайғамбарымызға Меккеге, Мәдинаға жол жүре алмады. Жалғыз қалдыруға болмайды. Ананың разылығын алу керек. Бірақ пайғамбарымызға иман келтірді, жүзін көргенде қатты қалады. Сондықтан ол көре алмағандықтан сахаба деген аттан махрум болып, Мухадрамун, яғни сол заманда өмір сүрсе де, иман келтіріп, пайғамбарымызды көре алмаған кісілердің қатарында болды. Пайғамбарымыз айтады: "Ей Омар" дейді, радиаллаху анху. Бір күні осы өлкеге Йеменнен бір кісі келеді. Аты Уайс ибн Амр. Оның алапес ауру болған. Алла Тағала барлық ауруын жазған, тек қана денесінде дирхамның көлемінде ғана сол аурудан белгі қалып қойған дейді. Ол мені қатты көргісі келді, бірақ оған үйіндегі науқас анасы кедергі болды. Егер ол келетін болса, міндетті түрде оған жолықта оның дұғасын ал. Алла Тағала мені кешірсін деп оған айтқыз. Өйткені ол әрбір қолын көтергенде Алла Тағала оның дұғасын кері қайтармайды дейді. Қараңыз. Анасына жасаған жақсылық үшін дұға кері қайтарылмайды. Саған ата-анаң разы емес, ата-анаң риза емес, отырып аласың: "Алла маған ананы бер, мынаны бере ме саған Алла?" Бізге пайғамбарымыз көрсетіп қойды ғой өзі хадистерінде. Пайғамбарымызды көрмесе де, Мухадрамун деген атқа ие болған Уайс әл-Қарани мысалы, сол келеді пайғамбарымыздың хадисі бойынша. Айтқаны келеді. Хазіреті Омар сұрастырып Уайс ибн Амрды тауады. Және өзіне дұға жасатып алған екен да. Нәсіп болған. Сондықтан ең әуелі бірінші Алла разы болсын десек, ата-ананың разы болғандығы керек.